Джон Кехо, туған жылы 1934 жыл. Канадалық жазушы, ұстаз, жеке даму және өзін-өзі жетілдіру бойынша тренер. Ол «Подсознание может все», «Квантовый воин», «Сознание будущего», «Деньги», «Успех и Би» және басқа да көптеген кітаптардың авторы. 1975 жылы ол 3 жылға Британдық Колумбияға барып, адам миының және интуицияның жұмысын терең зерттеуге кірісті. Кехо жалғыз өзі өмір сүріп, тамақ табумен айналысып, медитация жасады, қоршаған табиғаттан ашылулар істеді. Кехоның мінезі шыңдалды. Ол қазіргі заманның ұсынған ресурстарынсыз да өмір сүре алатынын дәлелдеді. Бұл зерттеулердің нәтижесі оның адам миының күші атты бағдарламасы болды. 1978 жылдан бастап ол әлем бойынша саяхаттап, өз идеяларын таратуды бастады. Біздің өзімізді бағалауымыз өмір бойы қалыптасып отырады. Біз оны ойларымыз арқылы, жағдайлар мен басқа адамдардың, ата-аналарымыздың, әріптестеріміздің, жетістіктеріміз бен сәтсіздіктеріміздің әсерінен жасаймыз. Оны өз санамызда бекітеміз. Біз оны өзіміз жасағандықтан, оны өзгерту де біздің қолымызда. Сіз ойлаудың кез келген түрін таңдай аласыз, демек, өзіңізді және өміріңізді басқаруға қабілеттісіз. Егер бұрынғы сәтсіздіктер болса, оларды ұмытқан жөн. Қалай болғыңыз келсе, солай ойлаңыз да таңдаңыз. Сенімді адам болғыңыз келсе, сенімді ойлаңыз, қайырымды болғыңыз келсе, ойыңыз да қайырымды болсын. Бай болғыңыз келсе, бай ретінде ойлаңыз. Біздің ойлауымыздың біздің денсаулығымызға әсері қаншалықты? Емделіп шыққан науқастардың мысалдары, санамыз бен денеміз арасындағы байланыстың біз ойлағаннан да тереңірек екенін дәлелдейді. Дәрігерлер үмітсіз деп таныған рак ауруымен ауыратын науқастардың өз санасында ісіктің күннен күнге кішірейіп бара жатқанын елестетіп, жазылған жағдайлары тіркелген. Сіздің денеңіз табиғаттың ерекше жаратылысы, ол өз-өзін қалпына келтіре алады, жараларды жазып, ауруларды емдей алады, тіпті дәрігердің араласуынсыз да. Өзіңіздің ағзаңыздың өзін-өзі емдеу мүмкіндіктері туралы жиі еске түсіріңіз. Сондықтан өзіңізде табысқа деген сенімділікті дамытуға тырысыңыз. Дүниеде байлық пен мүмкіндіктер бәріне жетеді. Олар шексіз, дәл аспандағы жұлдыздар мен мұхиттағы су тамшыларындай шексіз. Дүние бұл молшылық. Сіз табысты болғанда басқаларға да табысқа жетуге көмектесесіз. Адам қуаныш, бақыт және әл-ауқат үшін жаратылған. Тек қиындықтар арқылы ғана бақыт пен әл-ауқатқа қол жеткізуге болады дегенді ұмытыңыз. Өмірді қызықты саяхат ретінде қабылдаңыз. Өмірдің кез келген саласы шексіз мүмкіндіктерді ашады. Табысты адам өмірдің кез келген саласын, отбасы, жұмыс, денсаулық, шығармашылық жақсарту үшін жолдар шексіз екеніне сенімді. Әсіресе қазіргі заманда ол динамикалық және даму үшін ашық әлемде. Өз айналаңыздағы жетістіктерді байқап, оларға қуаныңыз. Басқалардың жетістіктеріне қызғанышпен қарамаңыз, себебі егер басқа адам табысқа жетсе, сіз де солай істей аласыз. Адамға комплимент айтыңыз, оның жұмысын бағалаңыз, жасаған ісін мақтаңыз, қамқорлық танытыңыз және оның қиын жағдайына кіріңіз. Бұған көп уақыт пен күш-жігер жұмсаудың қажеті жоқ, және сіз оның жаңа, жақсы қырынан ашылғанын көресіз. Ал керісінше, адамның жаман қасиеттеріне назар аудару оларды тек күшейтеді. Жақындарыңызға, сүйіктілеріңізге, туыстарыңызға, достарыңызға, оларды жақсы көретініңізді жиі айтыңыз. Әр күн сайын табысқа жету санасын қалыптастыра отырып, осы процесті жеңіл әрі рахатпен қабылдаңыз. Ғаламның мүмкіндіктері шексіз екенін және оның сыйлықтары бәріне жеткілікті екенін есіңізде сақтаңыз. Өміріңіз үшін жауапкершілікті өз қолыңызға алыңыз және оны қалай көргіңіз келсе, солай жасаңыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Көркем мінез каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Өзіңді тану және өзгерту ешқашан кеш емес.